Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ресейдің тағы бір жоғары дәрежелі әскери қолбасшысы Украина жерінде өлді. Ажал құшты. Ол дәл Украинаның жерінде, жаулап алған жерінде жиналыс ашып әскери мәселелерді талқылап отырған кезінде Американың зымыраны тиіп тұтас жұмыс тобымен қосып ажал құшты. Ал бұл Ресей үшін алған кезде өте жоғары деңгейдегі жоғалту, себебі Ресей билігі осығанға дейін өздері мойындаған 7 үлкен әскери қолбасшы бар. Оның барлығы 7-і Украина жерінде өлді. Ал анығында Ресейдің жоғары дәрежелі әскери қолбасшысы Украина жерінде өлген. 20-дан асады. Мынау соңғысы. Бұл бір. Енді екінші бір әңгіме. Ресейде соғысқа қарсы протест жүріп жатыр. Осы соғысқа қарсы протестте наразылықта 730 адам ұсталған. 730 адам. Бұл енді өте жоғарғы көрсеткіш. Міне осыдан 3-4 сағат бұрынғы шетел баспасөзінен білгеніміз. Яғни Ресейде өте жоғарғы деңгейде соғысқа наразылық жүріп жатыр. Өте жоғарғы деңгейде. 730 адамның тұтқындалуы деген сөз ойлаңыз. Енді ар жағында тұтқындалмағаны қанша есептей беріңіз. Енді бұл деген сөз орыстар кәдімгідей соғысқа кәдімгідей наразы болып жатыр. Бұл екінші әңгіме. Үшінші әңгіме, Украина жерінде орыстар кәдімгі химиялық қару-жарақ қолданды. Пайдаланған бомбалардың ішінде жеңіл типтегі химиялық қарулар бар деп отыр. Бұл туралы Ақ үй үнемі ескерту жариялап отырғанын, ешқашан химиялық қару қолданбау керек деп үнемі ескерту жасап отырғанын білеміз. Демек, украиндер қазіргі химиялық қарудан зардап шеккендер туралы ақпарат бермегеніменен, бірақ Ресей өте сұмырай сұрқиялыққа басты деген сөз. Яғни шыдамаған кезде енді осы ең зұлым халықарада тыйым салынған, тіпті бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін тыйым салынған осы сұмдық қаруды Ресейдің енді алып шығуы, бұл қысқасы Путиннің енді өлермен қалыпқа келгендігін білдіріп отыр. Бұл тағы бір нәрсе. Одан мынау Путин атом қару туралы тағы да үрей сала бастады. Атом қолданамыз деп. Енді Америка тарапынан Ақ үйден тағы да ескерту, егер атом қаруын қолданған жағдайда жетекеңді танытамыз деген әңгіме тағы да айтылып жатыр. Қысқасы, Путин үнемі қоқаң-лоққы жасайды, үнемі үрей салады, ал адамдар батыс жағы үнемі оған қатаң ескерту береді. Енді қысқасы неше түрлі әңгіме болып жатыр. Ал мынау Украина жеріндегі жерлерді өтірік фейк референдум арқылы Ресейге қосып алу, сосын ол жерді Ресей территориясы деп жариялау батыстың үлкен наразылығын тудырып отыр. Сөйтеді ол жерді Ресей территориясы дейді, ал ол жерді Украина азат қыламын деп ол соғысады. Сосын Ресей территориясына шабуыл жасалды дейді. Сонымен Ресей өз жерін қорғау үшін атом қаруын қолдану. Себебі атом қаруын қолдану үшін территориялық мемлекеттік тұтастыққа, қауіпсіздікке қауіп төнген кезде атом қаруын қолданамыз деген өздерінің жаңағы заңдары бар. Енді қысқасы Путин атом қаруын қолдануға бір өтірік қисынсыз болса да бір дәлел сылтау жоқ жерден жонып отырып таппақшы болып жатыр. Ал Ақ үй тарапынан атом қаруы туралы тағы қатаң ескерту жасалды. Ақ үйді білесіздер, Ресей мен Қытай бірігіп тұрып келсең де бәрібір дегендей, Тайваньды әскери жақтан қолдаймыз, қорғаймыз. Егер Тайваньға шабуыл жасалатын болса, біз әскери қорғаймыз деген заңды қабылдап кеп жіберді. Енді осының барлығы анығында дүние шынында бір бұрын соңды болмаған, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болмаған екі жіктелудің бір ең бір сұрапыл кезеңіне келген сияқты болды. Бұрынғы Араб соғыстары, Иран-Ирак соғыстары, одан бұрынғы соғыстардың ешқайсында да дәл осындай сұмдық, дәл осындай бір жіктелу болмап еді. Енді мына жіктелудің арты не болатыны белгісіз. Бұның арты не болатыны ешкім білмейді. Бірақ
Қытайыңда да міне наразылық күшейді, ереуіл күшейді. Адамдар жаппай жаңағы неше түрлі формамен әлеуметтік желіде бұғанға дейін қорқып үрейленіп отыратын болса, енді желіде өздерінің запырандарын төгіп жатыр, наразы екендіктерін айтып жатыр. Қысқасы Қытайда алдымен әлеуметтік желіде ашық шығып, мынау карантинге, мынау қамап тастауға, мынау аяқ астынан кесіп алу, оның бәрі ақылы болып, осының бәріне жаңағы наразылық күшейе бастады. Иран ол бұлығып жатыр. Міне енді бұның артының қалай болатынын бір Құдай білмесе, енді ешкім білмейді. Қысқасы, қазақтар үлкен әлемдік өзгеріс келе жатыр. Бұл үлкен әлемдік өзгеріс бізге пайдалы болады. Біз оны ұтымды пайдаланамыз. Бізге жақсылыққа келе жатыр. Себебі біздің жауларымыз құлайтын өзгеріс. Бұл біздің жауларымыз құлайтын. Бізді езіп қанап отырған мынау сұмырай диктаторлар құлайтын кез. Мынау біздің ата жау орыс пен Қытайдың тасталған болады. Орыстың да Қытайдың да міне басынан бағытайды. Міне басынан бағытайды. Не істерлерін білмей, ішкі жағынан былығып, берекесі кетіп, қысқасы бітудің алдында тұр. Бұл деген сөз бізге жақсылық. Қазақтар жақсы заманға дайын болыңыздар. Бұл сіздерге айтып отырып жеткізген қысқа нұсқа ақпаратымыз. Нью-Йорк шаһары, міне Нью-Йорк шаһарын міне кеште қыдырып жүрміз. Мынау Таймс сквері, Таймс алаңы. Осы алаңда біраз кешке қыдырысқа шыққанбыз. Жай әңгіме ғой сіздерге, енді зерігіп бос отырмай жай қыдырып жүргенше әңгіме болсын деп айтып отырғанымыз ғой. Мынау енді мына жердегі осыншама құжынаған жұрттың енді 99% шетелдіктер. Мына жерде ағылшын тілінде сөйлеп жүргендер өте сирек. Бүкіл әлемнің жер-жерінен келген ғалымдар бар. Бұның бәрі сол осы Нью-Йорктың ең символдық осы жеріне келіп, бұл жерден қаншама фильмдер түсірілген жер, қаншама тарихи оқиғалар болған жер. Бәрі осы жерде фотоға түсіп, Инстаграм деген бәле бар, TikTok деген бәле бар. Біз білетін білмейтін қаншама әлеуметтік желі бар. Осы жерлерде мен болғанмын деп бұлар өздері сөйтеді. Жастар ғой көбісі, байқадыңыздар ма? Туристер. Енді ең қызығы бүкіл дүниеде міне ауру аяқтаған кез. Бүкіл дүние екпесін алып, ауру аяқтап, бүкіл дүние бітіп болғанда Қытайда ауру аяқтаған. Яғни Қытайдың екпесі де өтірік ауруда енді қолдан жасалған екендігінің бір дәлелі. Міне бүкіл дүниеде міне халық емін еркін жүр міне. Екпе салғаны бар, салмағаны бар, бәрі емін еркін жүр міне. Ал осы жерде жалғыз жаңағы бүкіл халқын карантин ойбай деп қамап ұстап, аштан өлтіріп, үйлеріне қамап, бүкіл қабат үйлердің подъездерін, есіктерін жаңағы дәнекерлеп, кепсерлеп, жауып, бекітіп, тамақ жеткізбей, күні түні 24 сағатта бір рет, кейде 2 күнде бір рет тест алып, мұрындарынан тесіп, қысқасы бүкіл қалаларын карантинге жауып, жанталасып жатқан жалғыз Қытай.